Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 25-ші жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Амербаева Сәуле Сәкенқызы. Қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тасымал. Жалпы тасымалдау не үшін керек? Қазіргі таңда қазақ тілінде сөздерді дұрыс тасымалдай алмаудан шатасып жатады. Бір сөз жолға сыймай қалды деп, қалай болса солай тасымалдай бермейміз. Сондықтан бүгінгі сабақта сөзді қалай дұрыс, сауатты тасымалдау керектігін үйренеміз. Тасымал деген не? Тасымал сөздің жолға сыймаған бір бөлігінің келесі жолға бөлініп жазылуы. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Алайда бәрі емес, оған жеке тоқталамыз. Сөздің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша қойылады. Сөзді тасымалдау буынмен байланысты екенін ұмытпаймыз. Тасымалдау кезінде белгілі ережелерге сүйенеміз. Сөздердің тасымалдануы. Сөзді тасымалдау буын жігінен басталады және дауыссыз дыбыстан басталып жасалады. Буынға бөлгенде к, тап, тың болса, тасымалданғанда к бір жолда қалады, келесі жолға таптың деген бөлігі жазылады. Немесе кітап, тың деп тасымалданады. Екінші, тек санаулы сөздер ғана дауысты дыбыстан басталып тасымалданады. У, и әріптер бар сөздер тасымалданғанда келесі буын дауысты әріптен басталады. Мысалы, суық, ауыл, буын, қиын, жиын. Мінекей екінші бөлігі деген дауысты әріптен басталып жазылады. Үшінші, и, у дыбыстары бар сөздерде бұл дыбыстар келесі буынның басында жазылады. Мысалы, да, уыз, қайың. Мына тасымалда дауыс дегенде у екінші бөлігінде тұр, қайың дегенде и екінші сөздің екінші бөлігіне кетеді. Одан кейін үш дауыссыз қатар келгенде алдыңғы жолда екі дауыссызды қалдырып, келесі жолға үшінші дауыссызды шығарып тасымалдайды. Мысалы, құмырсқа деген сөзді алатын болсақ, бірінші бұл құмырсқа деп тасымалданса, екінші нұсқада құмырсқа. Яғни, мына жерде асты сызылып тұр, р, с, қ деген дыбыстарда бірінші бөлігінде құмырс, екінші бөлігінде қа. Жаңғыртты, жаңғыртты. Әрі қарай қос сөздер қалай тасымалданады? Қос сөздер, мысалы айтсақ, бала-шаға, ата-ана, көзбе-көз, қайталама қос сөздер жылт-жылт, киім-кешек деген қос сөздер тасымалданғанда алдыңғы бөлігі бірінші жолында сызықшамен қалып, екінші бөлігін жаңа жолға жазғанда алдына сызықшасы қойылып тасымалданып жазылады. Мысалы, бала-шаға деген қос сөзді тасымалдағанда бірінші бала деген бір бөлігі жазылды, сызықшасы қойылып, екінші жолға жазғанда сызықшасы тасымалданады да, жанына шаға деп жазылады. Енді қандай сөздер тасымалданбайды? Соған тоқталайық. Сөзді бірінші тасымалдағанда бір әріпті жол соңында қалдыру немесе келесі жолға тасымалдау дұрыс емес. Яғни бір буынды сөз, мысалы бал, осыны басын
бір жолға Л деген жалғыз әріпті келесі жолға тасымалдап жазуға болмайды. Немесе Б деген әріпін бірінші жолға, екінші жолға ал деп олай тасымалдау дұрыс емес. Екінші, тек бір дауысты дыбыстан тұратын ашық буынды сөздер тасымалданбайды. Мысалы, армия, ата, ана, әке, ауа. Бұл сөздер буынға бөлінгенмен бұлар тасымалданбайды. Үшінші, бір буыннан тұратын сөздер 2, 3, 4, 5 әріптен құралған сөздер, мысалы, от, бір буыннан тұрады, үй, бір буыннан нан, қант, бұлт, бұлар бір буыннан тұрады. Мысалы, қант деген, бұлт деген сөздер 4 әріптен тұрады. Бұл сөздерде тасымалданбайды. Төртінші, 2, 3 әріптен құралған я, ю әріптеріне аяқталған сөздер, мысалы, аю, ойу, оя, сия, қию. Бұл сөздерде тасымалданбайды. Яғни а бір жолда қалып, ю екінші жолға тасымалданбайды. Немесе сия дегенде де си, я деп тасымалданбайды. Бесінші, қысқарған сөздер тасымалданбайды. Мысалы, ТМД, қ.р. Қазақстан Республикасы, Біріккен ұлттар ұйымы, мысалы, бұл қысқарған сөздерді де тасымалданбай тұтас күйінде жазылады. Алтыншы, қысқарған өлшем бірліктерін сандардан айырып тасымалдауға болмайды. Мысалы, 25 килограмм, 100 гектар, 30 километр. Яғни санды бір жолға жазып, өлшем бірлігін келесі жолға жазбайды. Жетінші, кісі атының қысқартылып алынған әрпін тегінен бөліп келесі жолға көшіруге болмайды. Мысалы, Александр Сергеевич Пушкин немесе Мұхтар Әуезов деп қысқартылып алынған әрпін тегінен бөліп көшіріп жазуға болмайды. Тасымалдауды бекітуге арналған тапсырма. Бүгінгі тақырыпты бекіту мақсатында семантикалық кесте берілген. Бірінші бағанда тасымалданған сөздер, екінші, үшінші бағанда дұрыс, бұрыс деп берілген. Тасымалданған сөздердің дұрыс, бұрысын қосу таңбасымен таңбалаңдар. Осы тапсырманы бейне жазбаны тоқтатып қойып, орындаңдар. Ал енді тексерейік. Осы тапсырманың дұрыс жауабын көріп, есімізге сақтап алайық. Осымен біздің тасымал тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.